сәлеметсіздер ме YouTube сүйер көрермендер. Бүгін біз каналымызда Қазақстан ұлттық телеарнасында көрсетіліп жатқан бауырлар телехикаясында Дорук рөлін сомдаған актер туралы мағлұмат беретін боламын. Шын есімі Онур Сейіт Яран. 1995 жылы 13 қаңтарда Стамбулда дүниеге келген түрік телехикаяның актері және модель. Бойының биіктігі 1,87 см, салмағы 78 келі. Көзінің түсі жасыл, үлкен әпкесі бар, сонымен қатар мысықты жақсы көреді. Менің ең жақсы кеңесім әкемнен келеді деп ойлаймын. Біз көп сөйлесеміз, пікір алмасамыз. Ол маған мектеп кезінен бастап дұрыс деп айтып келеді. Барлығы не болса да шындықты айт дейді. Бұл мен алған ең жақсы кеңес шығар. Мен адал және шыншыл болуға тырысамын. Мен футбол ойнайтынмын. Мен алаңда болуды сахнада болумен салыстырдым. Әдемі көрінудің қажеті жоқ. Спортқа қызығатын адамдар өзіне сенімді болғандықтан, қолында қосымша басқа мамандық иесі боламын дегендіктен аздап ерекшеленеді. Сондықтан менің отбасым менің әрекет ету шешіміне таң қалмады. Тіпті олар мұны көптен күткен нәрсе ретінде қабылдады. Балалық шағы. Ол бала кезінен шахмат ойнаған, сонымен қатар ұлттық шахматшы. Мен шахматты бастау сыныптың 1 сыныбынан бастадым. Шахмат мұғалімі сыныпқа кіріп, кездейсоқ 4 адамды таңдады да, мен таңдағандардың бірі болдым. Мен анда-санда ойнаймын. Маған Магнус Краслен өте ұнайтын. Сіз өте жақсы жұмыс істеп жатырсыз деп естідім. Бала кезінде шахматшы болғанның болашақта пайдасы бар екенін үнемі айтып отыратын. Кішкентай кезінде емес, есейген кезде оның кейбір жағдайларда көп көмектесетінін көрдім. Келесі қадамдарды есептеу әрқашан нәтиже береді. Мен 8 жыл бойы үйде де, шетелде де лицензиялық футбол ойнадым. Оқу өмірі. Йылдыз колледжін бітірген. Стамбул университетінің әлеуметтану факультетінде оқиды. Ағылшын және неміс тілдерін біледі. Ол актерлік дайындықты Дурул базаннан алады. Өмірінің бетбұрыс кезеңі. 2016 жылы өткен Best Model of Turkey байқауында, одан кейін Best Model of World байқауында таңдалуымен назар аударды. Экран алдында бірінші қадамда бәсекелестікпен жасадым. Мен байқауға міндетті түрде актерлік мақсатпен түстім. Дайындық барысында актерлік дайындықты бастадым. Байқау маған актерлік жағынан сәттілік әкеледі деп әрқашан сенетінмін. Жарысқа қатысуымды қасымдағы адамдар қатты қолдап, табандылық танытты. Олар мені сол жерге лайық деп ойлап, мені осы жолмен жүргім келді. Спортпен айналысқандықтан физикадан жартылай дайын болдым деп айта аламын. Мен мұны қуатпен және алған жаттығулармен қолдаған кезде мен экранға шықтым. Бұл шытырман оқиғадағы мақсаттарымның бірі актерлік өнер болды. Мен бұл жұмысты істегім келеді, дедім. Мен осылай бастадым. Әрине, жұмыс тек жарыспен бітпейді. Камера алдында ойнауды білу және жаттығу арқылы өзін жақсы көрсету керек. Тынымсыз еңбек ету, тынбай еңбек ету. Біттім болды демей, өзімді жетілдіру арқылы алға жылжу керектігін үнемі түсінетінмін. Байқаудан кейін біз сөйлескен продюсерлік компаниялар болды. Мен 1 жылдың соңында Get Up Girdim сериясына қосылдым. Актерлік алғашқы қадам. Ол өзінің телехикаясын 2008 жылы Трайық телехикаясында бейнеленген Канбердал кейіпкерінен бастады. Ол қай жолымен жарқырады? Ол Пусла телехикаясындағы Инес кейіпкерімен жұрттың назарын аударды. Тұлғалық қасиеттері. Ол эмпатияның маңыздылығына сенеді. Мен қиын адаммын деп айта аламын. Бірақ әрине мен қателескен жерде тежеуді білемін. Мен проблемаларды эмпатия арқылы шешуге тырысамын. Егер мен қателессем, мойындаймын. Егер біз оны қабылдай алмасақ, бұл қателік алдымен сізді, сосын айналаңыздағы адамдарды бақытсыз ету ықтималдығы жоғары. Сондықтан ең қисындысы қатені мойындау және оны жасамау. Тағы да мен басқа адамнан дәл солай күтемін. Мен үшін өмірдегі ең қымбат нәрсе отбасылық байланыстар мен достық. Мен өзімді шын мәнінде өз мақсатына ұмтылатын, бірақ идеялары бар, бірақ бұл мұраттарды аузындағы алмұрт сияқты күтпейтін және сол үшін күш салатын адам ретінде анықтай аламын. Өмірімде әр пәнге байыппен қарағанымдай,
актерлік мамандыққа деген көзқарасым да солай болды. Күш-жігеріңді сал, еңбек ет, кемшілігіңнің орнын толтыр. Іскерлік өмірге көзқарас. Актерлік тәртіпті қажет ететін мамандық деп санайды және өз атынан тәртіпке мән береді. Мен ешқашан сабақ оқымай, жаттамай сахнаға шықпаймын. Мен бәрін алдын ала ойластырып, уақытым мен мүмкіндігім болса сахнаны талдап көргім келеді. Мен әрқашан өзімнің ішкі энергиямды жоғары ұстау керек сияқты сезінемін. Мен энергияның өте маңызды құбылыс екеніне сенемін және әрине мен өз есімімді шығара отырып айналамдағылармен пікір алмасуды ұнатамын. Мен өзімді көп қадағалаймын және біз әрине бағалауға кірісеміз. Менің актерлік жаттықтырушыларым мен менеджерім көмектеседі. Менің ең үлкен сыншым менің менеджерім. Актер болғысы келетіндерге көп қарап оқуға кеңес беремін. Бірақ көңіл көтеру үшін емес, үйрену үшін. Қабылдауларды ашу арқылы тәрбиелік бөліктерді алу. Мен жолдың басында болсам да, жинаған тәжірибем әрқашан бір бағытта, алдыңғы күннен бір қадам алда болсын. Мен әрқашан оқу, көру және қадағалау алтын кілттер деп айта аламын. Мансап жоспары. Болашақта психопатиялық кейіпкерді сомдағысы келеді. Мен Ласадже Пепл фильмінде Берлин сияқты психо мен суық қанды типті ойнағым келеді. Мен үшін ол бұрыштың кейіпкері болар еді. Болашақ арманы. Болашақта актерлік мамандықтың барлық дайындықтарын, құрал-жабдықтарын алып, өз-өзін дамытып, жұрттың бәрін қабылдайтын актер болғысы келеді. Келесі қадамдарда өзімді шетелде сынап, осы мамандықта табысты болу жоспарларымның бірі. Мен Джеймс Диннің жанкүйерімін. Түрік актерлерінің бірі Халук Вильгинерді тамашалаймын және сүйемін деді. Ол өзінің пішінін қалай сақтайды? Спортпен айналысады, тамақтануға көңіл бөледі. Спорт өте маңызды. Мен аптасына кемінде 3 жаттығуды және әрине көп серуендеу мен жүгіруді ұсынамын. Мен жасыл шай мен сұлы ұнын көп тұтынамын. Жержаңғақ майы менің тәттіге құмарлығым. Біз диетаны бұзамыз. Әлеуметтік желідегі жағдайы қалай? Инстаграм желісінде белсенді. Бүгінде адамдардың ең басты назар аударатыны шынайылық. Әсіресе жанкүйерлердің жауапсыз махаббаты. Мені ең бақытты ететін нәрселердің бірі. Қарсы тарапқа күш-қуатыңызды, эмоцияңызды, шынайы пейіліңізді бергеннен кейін бәрі мүмкін болады деп ойлаймын. Мұның бәрі қуат, шынайылық. Белгіленген уақытқа мүмкіндік болған сайын жанкүйерлердің хабарламаларын оқуға тырысамын. Бірақ барлығына жауап беруге мүмкіндігім болмағандықтан посттарымда парақшаларды ұмытпауға тырысамын. Кейде махаббат туралы мәлімдемелер немесе некеге туралы ұсыныстар бар хабарламалар келуі мүмкін, бірақ олар маңызды емес деп ойлаймын. Мен ойнайтын жаттығу залы туралы біліп, оларға сыйлықтар жіберетін адамдар бар. Бұл мен бастан өткерген ең таңғаларлық жағдайлардың бірі. Ол үйде не істейді? Қолы босаса күнін спортпен, сериалдар мен фильмдер көрумен өткізеді. Ол кем дегенде 1 сағат оқуға, кейде бірдеңе жазуға тырысады. Хоббиі: атқа міну, шахмат ойнау және барабан сабақтары. Марапаттарына келетін болсақ, ол 2021 жылдың 16 желтоқсанда жылдың өсіп келе жатқан теледидар жұлдызы сыйлығымен марапатталды. Сонымен қатар 2022 жылы 4 желтоқсанда алтын көбелек марапаттау рәсімінде Су Бурджу yazғы көшкінмен ең үздік телехикаялық жұп номинациясында марапатқа ие болды.